Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін 15 минутта дайын болатын аштықсыз жасалатын осындай жұмсақ бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Жанар. Бір жұмыртқамызға шым тұз салып, біраз қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. Дүкендегі айранды қолдансаңыз да болады, мен үй айранын қолдандым. Жақсылап араластырып, 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, 1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Енді кезекте ұнымызды аз-аздан салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай, бізде қамырымызда реакция жүріп жатыр. Енді жақсылап қолдың көмегімен қамырды илейміз. Міне илеп болдық, 5 минут тұндырып қоямыз демалғанша. Енді қамырымыз демалды, жақсылап жайып, тым жұқа, тым қалың болып кетпеу қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бір келкетіп жайып аламыз. Енді қамырымызды домалақ насаттың көмегімен дөңгелетіп аламыз. Бірін үлкендеу, бірін кішкентай қылдым. Балаларым менің ұнататын формада. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша 4-1 жасасаңыздар да болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі форма жасадым. Сіздер де әртүрлі форма жасап пісірсеңіздер де болады. Енді қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды салып, орта отта пісіріп аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай 2 бетін айналдыра пісіріп алдым. Өте әдемі болып шығады. Қалған бауырсақтарымызды да дәл солай пісіріп аламыз. Орта отта, қатты отта пісіп қалмасын, екі жағы қызарып, ортасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан орта отта пісіреміз. Егер үйіңізге қонақ келгенде немесе қонақ келер алдын дереу осы рецепті жасап бауырсақ пісірсеңіздер болады. Қараңыздаршы, қып-қызыл әп-әдемі болып тұр, сондай үлпілдек. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған мен Жанар. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.